Бекар емес телме зерттеу жұмысының тақырыбы үй жағдайында гидропоника әдісімен бидай суды. 1 килограмм бидайды 2 рет 3 рет суып алдым. Енді мангазовка қосылған суға осынға қойып қоямыз. Енді сүзіп аламыз. Бір жарым сантиметрге жаямыз. Он сағат өтті, енді сүзіп аламыз. Бетін жауып қоямыз. 3 күн бұрын салған бидайымыздың түрін көрейік. Бидайымыз аппақ, дамыланып, сыртқы қабығы жалып келеді. Бүгін бидайымызға 4 күн болды. Бидайымызға су қояйық. Солай күніне 3 рет су аламыз. Бүгін бидайымызға 5 күн. Өсеп көрейік. Бүгін бидайымыз 8 күн. Өсеп көрейік. 10 сантиметрге өсіп қалыпты. Бидайды қуатында дәмінде көп. Бидай аса маңызды өсімдік. Малған жем. Гидропоника әдісіне қызыққан себебін өсімдік суда топалақсыз өсуі.